Саламатсыздар ма, құрметті бизнес серіктестер. Сіздердің бүгінгі кездесудегі осы сұхбат берудегі мақсат мынау алдымызда келе жатқан мастер-класс ұйымдастырып жатыр осы Аниева компаниясы. Яғни бұл жерге не үшін келуіміз керек? Сіздер білесіздер, адам өмірін өзгерту үшін ортасын өзгерту керек, ортасын өзгерту үшін адамдардың өздерінің ниеті бір, мақсаты бір, адамдармен бірге болу керек. Енді мен сіздерге әрдайым айтатын тұғымда, естімеген адамдар болатын болса, осы сұхбаттан кейін өздеріңіз қараңыздар, айналаңызда қандай адамдар бар. Сол 5 адамның айналаңыздағы табысы қандай жетістігі бар. Сіздің айналаңыздағы өздеріңізбен жүрген, бірге қарым-қатынас жасап жатқан адамдардың ойы, көзқарасы, болашаққа дейін алдындағы неше жылдық мақсаттары бар. Мақсаттары қандай? Соны сіздер ойлап, сұрастырып көріңіздер. Енді мен өзім осы өмірде қазір 35 жыл бизнеспен айналысып жатыр екенмін. Бизнеста бір жетістікке жеткеннен кейін тоқтайды адам. Тоқтағаннан кейін тағы да қосымша бір табыстардың көздерін іздей бастайды. Яғни қосымша табыстың көзін іздейді. Болмаса сол жасап жатқан кәсібі оған пайда бермесе, 3 жылдан өзгеріс әкелмесе, 3 жылдың ішінде әрі қарай соны істей беретін болса, ол күндердің күнде не қылады, кейін қарай кетеді. Яғни жаңағыдай құлдырайды. Сол себептен адамдар кәсіп жасау үшін ылғи да өсіп отыру керек. Сіздер ойламаңыздар, қазір кәсіпті бұрынғыша істеуге болады дейді. 10 жылғы бұрынғы кәсіп, 20 жылғы бұрынғы кәсіп қазіргі заманға лайық жасап жүре беретін адамдар болатын болса, оларға ешқандай өзгеріс әкелмейді. Сол себептен тек қана не болады? Күнкөріс көруге болады. Күнкөріс көруге болады. Ішіп жеуіңізге жетеді, киінуіңізге жетеді. Кредит болса, кредитіңізді төлеуге жетеді. Бірақ сіздердің саяхат жасауларыңызға, өмірлеріңізде мақсаттарыңызды одан да әрі үлкен мақсат қойып, өмірде бір жерде тоқтап қалуға болмайды, ол өспей қалуға. Адамның ойы да өспейді, ақыл да өспей қалады. Егер сіздер ізденістегі адам болатын болсаңыздар, адамдардың ізденісінде, мақсатында шек жоқ. Оны тек қана адам істе ғана, қасындағы адамдармен бірге ғана жүрсе, мақсаты бар адамдармен мақсат қойғысы келіп отырады. Ана адамдарға қарап өскісі келіп отырады. Қасындағы өзгеріс жасап жатқан адамдардың өзгерісіне қарап алға қарай ұмтылғысы келіп отырады. Ал егер сіздің ортаңызда ешқандай ұмтылысы жоқ, мақсаты жоқ, тегін тапқаны, тегін ішкен жегеніне, кигеніне жетсе екен деп жүрген адамдар болатын болса, онда сіздер де сол деңгейде отырып қала бересіздер. Егер сіздің деңгейіңіз сол ғана болатын болса, онда сіздерге ешқандай талап та жоқ. Ол өмірдің сіздерге ешқандай жаңағы өзгерісі болмайтын, өмірдің қызығы да болмайды. Сосын не істейді адамдар? Келіп сериал көре бастайды, тойға бара бастайды, әңгіме айта бастайды, өсек айта бастайды, біреудің жетістігін жаңағыдай көремаушылық жасап, сыртынан әңгіме айта бастайды. Яғни не істей бастайды? Халықты, ортасын, айналасын әңгіме қылып, сонымен айналысып кетеді. Ал мақсаты бар адам өзінің мақсаты туралы әңгіме айтады. Егер қазір сіз миллион тапқыңыз келетін болса, бір үлкен 5 жылға, бір 10 жылға алдыңызға мақсат қойып отырған адам болатын болсаңыз, сіздің айналаңызда мақсат жоқ адамдармен отбасында, ошақ қасында ой бөлісетін, сіздің мақсатыңызды сіздің демейтін адам болмайтын болса, сіздер де соның қатарында жүре бересіздер. Мынандай істеген ғой, маймылдарды алғанда бір клеткаға қамап қойған екен. Сөйтеді, жаңа маймылдарға не береді? Банан жейді онда олар, сол бананды береді. Сол бананды бір тесіктен, төбеден түсіріп тұрады ғой. Сол төбеден, тесіктен бананды алып жейді. Ендігіде жаңағы бананды тағы да қойған кезде, бананға ұмтыла берген кезде үстерінен жаңағыдай су құйып жүреді екен. Су құйып жүргенде жаңағы маймыл қорқады, шошынады, шошынып кейін қарай не алады, кейін қарай ұмтылып отырады. Енді тағы да алайын десе, тағы да су шашып жібереді. Екінші рет ұмтылады, үшінші рет, төртінші рет ұмтылмай қалады екен. Жаңағы бананды қойса да, жаңағы бананды мүмкін су шашпайды шығар. Жаңағы адам не істейді? Эксперимент жасап тұр ғой, тәжірибе жасап тұр. Сонда анау үшінші попыткадан кейін маймыл қолын созып, ана бананды алмайды. Сосын не істейді? Жаңағы тәжірибе жасаған адам жаңағы маймылдардың үстіне жаңа маймылдарды әкеліп қосады екен. Жаңа маймылдарды әкеледі да қайтадан жаңа бананды шығарып қояды. Сол ана жаңадан келген маймыл бананды алайын десе, бұрыннан келе жатқан маймылдар ана ұстап қалады екен, бананға ұмтылдырмай. Неге? Өйткені аналардың санасында не тұр?
ана бананды қазір алса үстімізге су құяды деп ана алғысы келген, ол көрген жоқ қой, ол тәжірибені көрген жоқ, соны алғызбайды екен. Бұл жерде мәселе неде? Яғни сіздерге айтады, ойбай оны жасама, ол мақсат айтсаң, арманыңды айтсам, қой қаяқтағын айтып отырсың, сенің айлығың 100-ақ мың теңге, 200 мың теңге, сол жұрттың айтқанына ересің ба, соған сенесің ба деп адамдар не істеп отырады? Сені кері қарай тартып отырады. Өйткенде сіздің мақсатыңызбен оның мақсаты бір емес қой. Сіздер қазір жүйелі Санива компаниясына келген адамдар бар, келмеген адамдар, менің сабағымды көрген адамдар бар, тыңдаған адамдар бар, солар сабақ тыңдаған кезде ұмтылыс пайда болады. Ұмтылып, осы жанып, мен де соны істей аламын, мен де сол адамдар сияқтымын, мен де адамдардан ешқандай олардың өзгешілігі жоқ деп, осы жерде ортада отырған кезде не істейді? Бәрі бәрін қырып жоятын болып кетеді. Сөйтіп ана ортадан кеткен кезде, өздерімен өздері қалған кезде, бір-екі күннен кейін звондасаң, телефон көтермей қалады. Неге? Өйткені оның ортасында жаңағы орта жоқ қой. Сол себепте мен сіздерге айтқым келетіні, сіздер мастер-классқа міндетті түрде келіңіздер. Ол сіздердің бизнесте болсын, өмірде болсын, сіздердің ортаңызға, бала шағаларыңызға өте керек білім. Ол білім адамның ішінде жатыр. 5 күн қараңыздар, мен сіздермен осы онлайн сабақ бердім сіздермен, бір жылына бір рет кездескен кісілерім бар шығар, бір ауыз сөз айтқан адамдарым бар шығар. Сол адамдардың бәрінің өмірінде өзгеріс болды. Сол өзгеріс сіздер әшейін бір кездескенде, ал сіздер қараңыздар, 5 күн бойы сіздерде бір үлкен мүмкіндік, менімен бірге сол жерде болып, осы сабақты 5 күн сіздердің анау жүрегіңізге жететіндей қылып, жүрегіңізді жаңағыдай бір ілімнің, білімнің сонда алтынға малып алатындай, ол бір қайтып келмейтіндей өзгерістер ғой. Сондықтан сіздер бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Сіздер келсеңіздер де, сіздер келмесеңіздер де, сіз қатыссаңыз да, қатыспасаңыз да, ол жерге келетін, қатысатын адамдар бар. Бірақ мен сіздер де осы болса екен, көбірек біздің қазақтар, қыздардың, келіншектердің өмірлері өзгерсе екен, осындай ілімді алып қалса екен деген мақсатта, мен сіздерге қазір осы мүмкіндікті жіберіп алмаса екен деген бір өзімен жүрегімнен шығып тұрған жақсы шынайы лебізімді жеткізгім келіп тұр. Сондықтан жүректеріңізді білімнің сондай алтынына малыңыздар, жүректеріңізді тазартыңыздар. Жүректе 5 күннің өзі сіздерге жүрегіңізді тазартып, ана 20 жылдан бері, 30 жылдан бері, 40 жылдан бері ортаңыздағы жоқшылық, жетіспеушілік, ортадағы күйбең тіршілік, өсек өтіріктен бір 5 күн жүрегіңізді тазартып, қайттан өміріңізге жаңа көзқараспен, жаңа ойлармен мақсаттарыңызға жетуге бір үлкен мүмкіндік. Сондықтан мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар мастер-класста.